Ұстаз есімі жас ұрпақ жадында қайта жаңғырды. Жетісай ауданы Қарақай ауылдық округінен орын тепкен Шәкәрім Құдайбердиев атындағы жалпы білім беретін мектептің тағы бір сынып бөлмесі жаңадан жабдықталды. Кабинетке ардагер ұстаз 40 жылдан оқу ағарту ісіне арнаған марқұм Гүлзинат Қарабекованың есімі берілді. Демеушілердің көмегімен сынып бөлмесін қайта жабдықтау бұл мектепте игі дәстүрге айналған. Осы жолы ардагер ұстаз орыс тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ берген марқұм Гүлзинат Қарабекованың ұрпақтары демеушілік жасады. Есімі берілген кабинетті толықтай қайта жабдықтап, жиһаздарын жаңалап, гүлдермен көмкеріп, көрнекіліктермен толтырып қойды. Мұндағы мақсат жас ұрпаққа Гүлзинат Қарабекованың өнегелі өмірін, даналығын, ұстаздық еңбегін насихаттай отырып, тәлімді тәрбие беру. Жоғары білімді сонау Украина жерінде білікті педагог, расымен де өз ісіне шын берілген, пайым парасатымен көпке үлгі бола білген, талай рет шәкірттері шетелге шақырып, бас иіп, құрмет көрсеткен екен. Сол неміс халқынан көп жігіттер бітіріп болсын, Германияға кеткеннен кейін, Германияға барып бір 15-20 жылдан кейін бұл кісіні шақырып сояққа бұмен кездесіп, соларда Парижде болды, содан кейін Францияда болды, Польшада болды, содан кейін Швейцарияда болды, сол Германияға өздері шақырып, өздері путевканы әперіп, визаны аштырып, барлығы өздері құрметтерді сондай құрметтерге жақсы кісі еді бұл кісі. Өз еңбегіне адал, тәрбиелеген оқушыларына көп оқушылар әлі күнге шейін ешқандай есінен шығармайды бұл кісіні. Сол кісі тәрбиелі мұғалім болсын деп осы мектепке, осы кісінің атына әдейі мектебіне класс ашып жатырмыз. Үлкендер жолы ұлылық ұрпағы жүрер ұғынып, осындай айдармен өткен салтанатты жиында оқушылар концерттік бағдарлама ұсынды. Марқұм Гүлзинат Қарабекованың көзін көргендер мен бауырлары жылы естеліктер айтып, өте білімпаз болғанын сағынышпен еске алды. Гүлзинат Қарабекованың өзі де ұстаздар династиясынан шыққан. Әкесі Кәрім география пәнінен сабақ берсе, бауырлары да осы саланы таңдаған екен. Жаңа сыныпқа олар кітаптар тарту етті. Ал жазушы журналист Ғаппар Жаппар ардагер ұстаз атындағы конкурс ұйымдастыру жөнінде ұсыныс айтты. Айта кетейік, сынып бөлмесіне ардагер есімін беру үрдісі бұл мектепте бірнеше жылдан бері жалғасын тауып келе жатқан игілікті іс. Биылғы бірінші жыл емес, бірнеше жылдан бері өздерінің ұрпақтары біз жаңағыдай өтініш айтқаннан кейін олар біздерді қолдап, осындай дәрежедегі кабинеттерге біздерге демеушілік жасады. Сол демеушіліктің арқасында осындай кабинеттеріміз ашылып жатыр. Осы өзімізбен кезінде әріптес болған, қазіргі таңда өмірден озған Гүлзинат Каримқызының атына осындай ғимаратта осы кабинетті беруді ұйғардық. Ол кісінің еңбегін бағалай отырып, ол кісінің осы ауылдың жартысынан көбі деп айта аламын. Тәлім тәрбие алған азаматтар енді осындай біз ұсыныс тастаған едік. Бала шағасы, жұбайы соның барлығын ескеріп, жаңағыдай қолдап, бізге осындай соңғы үлгідегі кабинетті сыйға тартып отыр. Осылардың барлығына осы кісілерге біз рахмет айтамыз. Гүлзинат Қарабекова атындағы орыс тілі мен әдебиеті кабинетінің лентасы қиылып болған соң, көпшілік ішке еніп аралап көрді. Немерелері тақпақ айтып, әжесінің даналығы мен даралығын паш етті. Естеліктер шертіліп, ұстаз есімі ұрпақ жадында қайта жаңғырды. Әсем Жұмалиева, Жеңіс Сыдықов, Ақпарат, Жетісай ауданы.